Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Ләйләгүл. Бүгін біз сіздермен сиыр еті қосып дайындалатын теплый салатты бірге дайындап көретін боламыз. Өте жеңіл, тез дайындалатын салаттардың қатарына жатады. Сондықтан видеоны өткізбей мұқият соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен етімізді соломка тәрізді жіңішке қылдырып турап аламыз. Жапырақ тәрізді турасаңыздар да болады. Барлық қажетті ингредиенттерді видеоның астындағы описание бөліміне жазып қалдырдым. Және де достар, алдағы уақытта шығатын жаңа видео рецепті жіберіп алмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліп, қоңырауша белгісін все дегенге басып қойыңыздар. Енді болгар бұрышын осылай кіші төртбұрышты бөліктерге бөліп аламыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша үлкен төртбұрышты бөлікке бөлсеңіздер де болады. Енді пекин капустасының осындай қатты сабағын аламыз. Ұзынша бөліктерге бөлеміз, төртбұрышты қылдырып. Қиярымызды қосамыз. Қиярымызды ұзынша соломка тәрізді бөліктерге бөліп аламыз. Барлық ингредиенттерді міндетті түрде алдын ала турап дайындап аласыздар. Себебі біздің салатымыз өте жылдам дайындалатындықтан тез пісіп кетеді. Сондықтан міндетті түрде осылай алдын ала дайындап алыңыздар. Енді қызанақтарымызды қосамыз. Қызанақтың орнына мен сіздерге черри қызанағын қолдануды ұсынамын. Себебі біз қазір майға қуырған кезде қызанақтарымыз езіліп кетуі мүмкін. Сондықтан черри қызанақтарын қолдансаңыздар болады. Немесе мен секілді домашний қызанақтардың етті түрін пайдалансаңыздар болады. Чесногымызды да дәл жапырақ тәрізді қылдырып турап аламыз. Енді табамызға майымызды құйып қыздырамыз. Қызып тұрған майымызға етімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Етті салғаннан кейін міндетті түрде үздіксіз араластырып тұруларыңыз қажет, себебі етіміз табамызға жабысып қалмауы керек. Етімізді осылай жақсылап қуырып алғаннан кейін дәміне қарай тұзымызды және де қара бұрышымызды қосамыз. Енді бетін жауып бұқтырамыз. Біздің етіміздің суы тартылып, пышылдап, қуырылып атқан кезде чесногымызды және де барлық көкөністерімізді қосып, жақсылап араластырып қуырамыз. Осылай бір қабат жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін жарты кесе суымызға жарты ас қасық крахмалымызды қосып, араластырып біздің салатымызға қосамыз. Крахмалды біз маринаттаған кезде пайдаланамыз. Сондықтан міндетті түрде крахмалды қосыңыздар. Сонда сіздердің еттеріңіз жұмсақ болып пісіп шығатын болады. Крахмалды қосқаннан кейін дәл осылай бір қабат араластырып аламыз. Содан кейін соя тұздығын қосамыз. Көп араластырмаймыз, қыздар. Біздің көкөністеріміз тез пісіп кетеді. Сондықтан осылай бір рет қана араластырып аламыз. Соя тұздығы міндетті түрде қосасыздар, себебі соя тұздығы бізде етімізді тез пісіру үшін қажет болады. Дәл осылай соя тұздығын қосқаннан кейін 1 минут көлемінде араластырып қуырып аламыз. Енді петрушкамызды немесе кинзамызды жапырағымен кесектей қоссаңыздар болады, немесе қоспасаңыздар да болады. Мен кинзаны қостым, себебі біздің салатымызға ерекше дәм беріп тұрады. Сондықтан міндетті түрде сіздерге қосуларыңызды ұсынамын. Кинзамызды қосқаннан кейін бір араластырып, бетін жауып бұқтырамыз. Салатымыз суығаннан кейін ыдысымызға салып ұсына берсек болады. Өте дәмді салаттардың қатарына жатады. Тойымды және де жылдам әзірленетін салатты сізде дайындап көріңіздер. Отбасыларыңызды және жақындарыңызды тәтті дәммен қуантыңыздар. Біздің салатымыз дайын болды. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша бетіне кунжут сеуіп әсемдесеңіздер болады. Және де достар, сіздер әлі де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде мені қолдап, каналға тіркеліп, жақын достарыңызбен WhatsApp чаттары арқылы бөлісе жүрулеріңізді сұраймын. Әрбір тіркелушім үшін қатты қуанамын. Сондықтан міндетті түрде каналға тіркеліп, мені қолдап жүріңіздер. Біздің салатымыз дайын болды. Егер де сіз дәл осы рецеппен дайындап көретін болсаңыз, онда міндетті түрде менің YouTube арнамды жарнамалауды ұмытпаңыз. Баршаңызға рахмет, ас болсын. Сіздермен бірге болған Ләйләгүл. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Пока-пока.